Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы айт құтты болсын. Мақсаты мәтін бойынша сұрақтар қоясың. Балалар, айт деген кезде естеріңе не түседі? Мысалы, айт мерекесін айттау, жеті желбек, тазалық, тағы басқалары түсетіні анық. Айт арабша тілімізден аударғанда мейрам деген мағынаны білдіреді. Айт жылына 2 рет болады. Біріншісі Рамазан айты, екіншісі Құрбан айт. Айтта адамдар ниеттерін түзетіп, жаманшылықтан арылып, жақсылыққа бет бұруға тырысады. Рамазан айт, Құрбан айт мерекелерін қазақ халқы асыға күтеді. Адамдар бұл күні бір-бірімен көрісіп, мәре-сәре болады. Барлығы бір-бірінің үйін аралап, айт қабыл болсын деп айтады. Жеті желбек пісіріп, ет асылып, бар жақсысы дастарханға қойылады. Айт алдында барлығы тазалық ұстап, мерекеге дайындалады. Оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма. Оқы және жаттап ал. Екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Айт күндері атты берілген мәтінді мұқият оқып шық. Мәтіннің авторы мен қысқаша танысып өтейік. Бейімбет Майлин жазушы, ақын, драматург. Ол 1894-1938 жылдар аралығында өмір сүрген. Қостанай облысы Таран ауданы қазіргі Бейімбет Майлин атындағы ауылда туған. Ол әңгіме жанрдың асқан шебері болған. Балалар, 4-ші тапсырма. Берілген мәтіндер бойынша айт мерекесіне қатысты 3 сұрақ дайында және оларға жауап бер. Жарайды балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы 126 бет, 5-ші тапсырма. Сау болыңдар.